Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай керемет капкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Мадина. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны салып, үстіне қант салып, миксермен аппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Енді үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды салып және миксерлейміз. Үстінен сүтімізді құйып және миксерлейтін боламыз. Енді ұнға қосып қосып жақсылап араластырып аламыз. Сосын массамызға аз-аздан ұнды салып миксерлейтін боламыз. Қыздар, біздің массамыз дайын. Енді капкейктің ыдыстарына осыны қасықпен жартылай етіп салып шығамыз. Қызып тұрған печкамызда 30-40 минуттай 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Салқын сливканың үстіне қантымызды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Сосын жылдамдықты бірте-бірте көбейтіп отырамыз. Үстінен творожный сырымызды салып және миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Енді піскен капкейктердің үстінен осылай видеода көрсетілгендей етіп арнайы мешокқа салынған кремді осылай жағып шығамыз. Мен осындай насаттың түрін қолдандым. Осылай капкейктерге осылай жағып шықсаңыз өте әдемі болып көрінеді. Дастарханыңыздың сәнін де ашады деп ойлаймын. Және де мен капкейктердің үстін құлпынаймен әсемдедім. Ал сіздер тек қана жеміс-жидек емес, шоколадпен де әсемдеуге болады. Міне өте керемет болып шықты. Сіздер де осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.